Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге дәмді әрі үлпілдек болып шығатын, үй жағдайында жасалатын булочкидің оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл булочкиді жасау үшін жылы сүттің үстіне қант және дрожжды саламыз. Ол екеуін салып болғаннан кейін шамамен 4-5 ас қасықтай ұнды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және бұны жылы жерде бір 15-20 минуттай сақтайтын боламыз, осы қалпында бетін жауып. Оған дейін сұйық массамызды дайындаймыз. Жұмыртқа ең керегі нәрсе, одан кейін үстіне қантты саламыз. Қантты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көп немесе аз салуларыңызға болады. Одан кейін шым-шым тұз салып, осылай шанышқының немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді осыны көтерілген массамыздың үстіне саламыз. Менде дәл осылай керемет болып көтерілді. Шамамен 2-3 есе ұлғайды. Үстіне жұмыртқалы массамызды саламыз. Одан кейін еріген сармайымызды саламыз. Осылар біркелкі етіп алдымен араластырып аламыз. Үстіне ұн сала отырып, енді қамырымызды илейтін боламыз. Осылай жай ғана қолыңыздың көмегімен ұнды аз-аздан сала отырып, қажетінше илеп шығамыз. Бізде жұп-жұмсақ қамыр пайда болуы керек. Осылай қамырымыз дайын болғаннан кейін үстіне 3 ас қасық сұйық майды салып, осылай тоқтаусыз араластырамыз. Бұл міндетті түрде ішіне сіңіп кетеді. Шамамен 5-10 минуттай илеп отырсаңыздар, май толықтай сіңіп кетеді. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, шамамен 30-40 минутқа жылы жерде ұстаймыз. Міндетті түрде жылы жерде тұру керек. Енді көтерілген қамырымызды аламыз, артық қалып кеткендерін барлығын алып, тағы да бір илейміз қайтара. Бетін жауып, жылы жерде тағы да бір көтерілгенше ұстаймыз. Енді біз посыпкамызды дайындайтын боламыз. Қанттың үстіне ұн және холодильниктен жаңа шыққан сармайымызды салып, қолымыздың көмегімен крошки жасап шығамыз, жақсылап араластырып. Бұны кейін біздің булочкамыздың бетіне себетін боламыз. Дәл осындай болып шығады. Енді көтерілген қамырымызды пісіруге дайындайтын боламыз. Қамырымызды өлшеп отырып, немесе дәл осылай көзіңізбен 12 бөлікке бөлеміз пышақпен. Бірдей етіп 12 бөлікке бөліп, бетін жауып, жылы жерде ұстаймыз. Енді осылай әдемі болып көтерілген қамырларымызды пісіретін ыдысымызға жайғастырамыз. Мен осылай табаға пергамент қағазын төсеп жасадым. Барлығын қойып болғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Тек жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып жақсаңыздар да болады. Дәл осылай барлығына біркелкі етіп жағып шығамыз. Келесі кезекте жаңағы жасаған посыпкамызды бетіне себеміз. Вот, дайын. Енді 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің дайын болған булочкаларымыз қызарып, әдемі болып, үлпілдек болып шығады. Арасы ешқандай шикі болмайды. Егер сіздерге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.